Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін талшын өте дәмді, өте оңай жасалу жолы капуста мен сәбізден тұратын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бізге қажет заттар: орам жапырақ, аскөк, бір сары сәбіз, бір қызыл сәбіз қажет болады. Корей үккішінің көмегімен осылай ұзынша етіп сәбізімізді өткізіп аламыз. Үккіштің көзінің үлкен болғаны дұрыс, өйткені су шыққан кезде өзінің көлемін жақсы ұстайтын болады. Мен осылай екі түрлі сәбізбен жасадым. Сәбіздің адам ағзасына пайдасы өте зор. Және қырыққабатымызды осылай майда жіңішке ұзынша етіп турап саламыз. Қою тағамдармен, сұйық тағамдармен керемет үйлесетін болады. Және осылай ыдысымызға салып алдық. Одан соң үстінен бір ас қасық тұз салдым. Және аскөгімізді осылай ірі етіп турап салдым. Одан соң бір ас қасық осылай кептірілген сарымсақ қостым, немесе кәдімгі сарымсақ қоссаңыздар да болады. Және корей дәмдеуішінен бір ас қасық қостым. Алдын ала қыздырып алған 60 грамм сұйық майымызды қосып, осылай қолдың көмегімен жақсылап мыжып араластырып аламыз, немесе қасықпен араластырсаңыздар да болады. Міне менің салатым осылай болып шықты. Отбасымның, балаларымның сүйікті салаты десем де болады. Өте дәмді, өте оңай жасалатын салат. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.